Қалайсыңдар? Сонымен бүгінгі мәселе екі мәселені қарастырайық. Бірінші миллиметр, екінші сантиметр квадрат. Миллиметрді метрге айналдырған кезде көбінесе онша мән бере бермейді жұрттар. Мына сызғыштың арасындағы сандарды мән бермейді осы. Сызғышта 0-ден 1-ге дейін, 1-ден 2-ге дейін арасында 10 сызғыша болады. Демек ол деген сөз 10 миллиметр бар. 1 сантиметрде 10 миллиметр бар. А біз кеше айтқанбыз, 1 сантиметрде 0,1 метр, немесе 1 метрде 100 сантиметр бар. Ал 1 метрде мына 10 миллиметрді көбейтетін болсақ 100-ге, онда 1000 шығады. Сонда 1 метрде 1000 миллиметр бар. Миллиметрді метрге айналдыру үшін 1000-ға бөлеміз. Немесе 10-ның 3 дәрежесіне көбейтеміз. Себебі 1000 деген 10-ның 3 дәрежесі. Өйткені 10-ды 3 рет көбейтсе 1000 шығады. Енді екінші мәселе бұл миллиметрге байланысты. Кейін бұны қолданамыз әлі. Ұмытып кетпейік. Сонымен миллиметрді метрге айналдыру үшін 1000-ға бөлеміз. Немесе жәніндегі сантиметрге айналдыру үшін 10-ға бөлеміз. Миллиметрді сантиметрге айналдыру үшін. Келесі мәселе сантиметр квадрат. Мына парақ әшейін парақ. Осы парақтың балдар көпшілігі бар ғой, ауданын таба алмайды. Ұзындығын еніне көбейтеді. Ұзындығы мысалға сенің ұзындығы, мынаның ұзындығы мысалға 20 сантиметрда, бұлай мысалға 16 сантиметр. Сантиметрді метрге айналдыруды білеміз. 100-ге бөлеміз. Енді сантиметр квадрат ше. Сантиметр квадрат деген сөз сантиметрге сантиметр көбейт деген сөз. Сантиметрге сантиметр көбейтсең, мысалға жаңағы 1 сантиметрді метрге айналдырсаң 100-ге бөлесің ғой. Сонда 100-ге бөлгенде өзіне тағы да 100-ге бөлгенді көбейт деген сөз. Сонда 1 бөлінген 100-ді 1 бөлінген 100-ге көбейтсең 1 бөлінген 10.000 болады. Былайша айтқанда 10.000-ға бөлу керек деген сөз. Көбінесе осыны білмейді балдар. Мына аудан табу деген мәселе бұл. Аудан табу деген нәрсе. Ұзындығын еніне бөлу. Мысалы, сызғыштың аудан табу үшін ұзындығын еніне көбейтесің. Болды, қиын ештеңесі жоқ. Сондықтан жаңағыдегі біздің проблемам жаңағыдегі любой нәрсенің жаңағыдегі ұзындығын еніне көбейтсең аудан шығады. Соны біздің балдар көбіне қиналады. Оны егер бізде үйде отқан кісілер, немесе жұмыс істеп жүрген папасы, мамасы, әпшесі, ағасы, атасы, әжесі, үйде отқан балаға көмектессе, соны қалай табу керек екенін үйретсе, ол бір күн ішінде болып кетпейді ол. Болды, мен мынаны білем, бітті. Жоқ, ол күніге кездеседі. Сондықтан соны білсе, одан зиян шекпейміз біз. Бұл бастамасы, әліппесі бұның бәрі әлі. Әлі алда, әлі үйрететін нәрсенің бәрі алда. Осыны күніге көріп отырсаңыздар, содан зиян шекпейсіздер. Балдарыңыз жақсы біледі. А бізге білімді бала керек Қазақстанға. Тек қана алға Қазақстанның.